17 наурыз тарихқа тағзым күні. Қазақтың ұлан-ғайыр ұлы жерін қорғаған ерлер ерлігі сан ғасырлар бойы сан ұрпақты отаншылдық рухқа бөлеп келеді. Ел мен жер тұтастығын сақтап, жаудың бетін қайтарған батырлардың өршіл рухы мен тағылымды өмірі қандай да болмасын құрметке лайық. Елдің елдік қасиетін үстеп, тарих тағылымына жетелейтін игілікті іс-шаралар тәуелсіздігіміздің рухани тұғырын барынша нығайта түсері хақ. Осы орайда еркін күрес грек-рим күресі бөлімдерінің 9 сынып оқушыларын тарих арқылы түп тамырымызды білуге, еліне, жеріне деген патриоттық сезімдерін ояту үшін ғылым ордасы мұражайына танымдық экскурсия жасалды. Бұл танымдық экскурсияның негізгі мақсаты жаһандану заманында еліміздің тарихын келешек ұрпаққа танытып, тәуелсіздігімізді тұғырлы ету жолында саналы ұрпақ қалыптастыру.